Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте оңай медовый торт дайындаймыз, яғни балды торт. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін, өйткені өте оңай жасалады. Ең алдыменен жұмыртқамызды, қантымызды салып, және балымызды салып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Бұл медовый торттың ең оңайы, ешқандай водяной баня қажет етпейді, және сармайды ертіп алмаймыз. Осылай барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Өте оңай, 20 минутта дайын болады. Енді ұнымызды саламыз, және разрыхитель салсаңыз да болады, немесе ас содасын уксуспен ертіп жасасаңыздар да болады. Осылай ұнымызды бөліп саламыз. Қамырымыздың қоюлығы осындай болады. Дайын болды. Енді пергаментімізді төсеп, 2 қасықтай қамырымызды салып, үстіне ұн саламыз. Осылай ұнымызды салып, оқтаумен жазып аламыз. Негізі қолмен де жасаңыздар болады, басып. Осылай оқтаумен де жасасаңыздар болады. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 200 градуста 5-10 минутта пісіп шығады. Мінекей пісіп шықты. Енді формамызды жасап аламыз. Қақпақпен де жасасаңыздар болады. Осылай шетіндегілерін бетіне себу үшін алып қаламыз. Енді кремімізді дайындап аламыз. Мен сливкиден дайындадым, яғни кілегейден. Сіздер әртүрлі крем пайдалансаңдар болады. Қайнатпалы крем, сармаймен қойытылған сүт араластырып жасасаңыз да болады. Мен осындай пломбирный крем дайындадым. Сливки менен қойытылған сүтті араластырып, осылай крем жасадым. Өте дәмді болып шығады осындай кремде. Менің сливкиімнің қоюлығы 26%, майлылығы яғни. Креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинаймыз. Мен кремді көптеу салып жасадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша салсаңыздар болады. Мінекей тортымызды жинап болдым. Енді шетіндегілерін езіп алып, осылай әдемілеп, сәндеп шығамыз. Өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Мен тортымды 1 сағатқа қойғанмын, бірақ кремі сіңбеген. Сіздер 5-6 сағатқа қойсаңыздар болады. Өте жұмсақ болады, жасап көріңіздер.